Овуляция дегеніміз не? Оны қалай анықтаймыз? Овуляция дегеніміз бұл әйел адамның айына бір рет 24 сағатқа созылатын жүкті болу мүмкіндігі. Аналық безден айына бір рет жетілген фолликулдан аналық жыныс жұмыртқасы шығып, жатыр түтігінде 24 сағат бойы сперматозоидты күтеді. Егер сперматозоидпен жолығатын болса, осы уақыт аралығында онда жүктілік орын алады. Овуляцияны анықтаудың бірнеше әдістері бар. Соның ішіндегі ең негізгілері, бірінші әдісі бұл календарный метод. Яғни сіз өзіңіздің менструалды циклыңызды есептеу арқылы овуляцияны анықтайсыз. Екіншісі бұл тест полоска. Кез келген аптекадан сатып алып жасауға болады. Үшіншісі бұл ультрадыбысты зерттеу арқылы фолликулометрия жасау. Төртіншісі бұл қандағы гормондарға анализ тапсыру. Достар, басқа да гинекологиялық ауруларға, жүктілікке байланысты пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, каналдағы басқа видеоларды қарап шығыңыздар. Енді мен қазір сіздерге әр әдісті жеке-жеке түсіндіріп беретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші әдіс бұл календарный метод. Бұл әдіс тек қана етеккірі қалыпта ай сайын регулярно келетін қыздарға ғана дұрыс шығады. Егер сіздің цикліңіз бір айда, бір апта алдын, немесе бір айда, бір апта кеш, немесе менструалды циклдың арасында қандай да бір қанды бөліністер болатын болса, онда бұл әдіс өкінішке орай сізге тура келмейді. Календарный метод арқылы біз овуляцияны есептеу үшін бізге ең бірінші циклдың ұзақтығын біліп алу керек. Мысалы, біреуде 25 күн, біреуде 30, кейбіреулерінде 35 күн болуы мүмкін. Мысал ретінде мен сіздерге 30 күндік циклды алып, сол бойынша қазір есептеп көрсетемін. Мысалы, сіздің цикліңіз 30 күн. 30 күн. Демек, осы 30 күнді аламыз да біз екіге бөлеміз, сонда 15. Яғни циклдың 15-ші күні сізде овуляция күні деген сөз. Бұл шамамен есептеген кезде. Енді біз жүкті болу үшін аламызда циклымызды қарап есептейміз. Мысалы, сізде циклдың бірінші күні декабрьдің 5-і. Осы мына циклдың бірінші күніне біз 15-ті қосамыз. Сонда циклдың 15-ші күні бізде 20 декабрьге тура келеді. Демек, жүкті болу үшін 3 күнді алып тастаймыз және 3 күнді қосамыз. Яғни 17 декабрь мен 23 декабрь аралығы сізде фертильное окно. Яғни осы бір апта аралықта сіз жыныстық қатынасқа түсу арқылы өзіңіздің жүкті болу мүмкіндігіңізді бірнеше есе арттыра түсесіз. Циклдың мысалы 14-ші күні, яғни ол 19 декабрь, кез келген күні, яғни осы бір апта аралығында сізде овуляция болуы мүмкін.